Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің 9-шы Е сынып оқушысы Слямханов Олжан. Ғылыми жетекші Құдайгелдин Мақсат Тұрсынханович. Ғылыми жоба тақырыбы Қоңыр-Әулие үңгірі. Жоба мақсаты Қазақстанның киелі орны Қоңыр-Әулие үңгірін қасиетті жер ретінде ұлттық жергілікті идентілікті сақтаудағы және ұлттық кодты нығайтудағы тарихи, рухани, экологиялық, қоғамдық және туристік рөлі мен орнын қарастыру. Жоба несімен өзекті? Сакралдық орынды тек туристік географиялық орын деп қана емес, тарихи рухани маңызы бар объект ретінде таныту. Қоңыр-Әулие Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Тоқтамыс ауылынан 20 км жердегі, Семей қаласынан 200 км жерде орналасқан Ақтас тауындағы үңгір. Үңгір туризм мен қажылықтың танымал орны болып табылады. Көне дәуірдің көзіндей Қоңыр-Әулиенің тарихы мен аңызына шолып кетейік. Әлемдегі 8 үңгірдің 5-еуі Қазақстанда орналасқан, оның 2-еуі Қоңыр-Әулие. 7-8 ғасырда пайда болған десек, ортасында мөлдір тұнық суы бар. Зерттеуші өлкетанушылардың зерттеуі бойынша көл суы жер асты суына жалғаса береді екен. Ел арасындағы аңыз бойынша Қоңыр-Әулие үңгірінің пайда болуы былайша түсіндіріледі. Әлемді топан су басып, Нұх пайғамбар кемесіне күллі хайуанның тұқымы мінген кезде біразына орын болмайды. Құлан, қыран, Қоңыр-Әулиелер орын болмаған соң ағаштан сал жасап Нұхтың кемесіне тіркеледі. Ағыммен келе жатқан кезде үш әулиенің салы үш жаққа кеткен дейді. Топан су қайтып, тау-тастар көріне бастаған кезде әулиелердің салы үш тауға бөгеліп қалыпты. Қоңыр-Әулиенің салы ең соңғы болып үңгірге тірелген көрінеді. Ел арасында тараған тағы бір аңыз бойынша бабаларымыз ерте заманнан көлдің емдік қасиетін білген. Жоңғарлармен шайқастан соң жараларын емдеу үшін де көл суына түскен екен. Шыңғысхан әскері де осы көлге тоқтап жараларын емдеген. Аңыз әфсаналарға құлақ түрсек, 15 метрлік су астындағы құпия есік арқылы үлкен қуыс үңгір Жұмбақ хан Шыңғыс ханның соңғы мекені болуы да мүмкін деседі. Шипалық қасиеті. Көріп тұрғанымыздай, көпшілік адамдар өзіне Қоңыр-Әулие үңгіріне жанын қинаған дертіне дауа, еміне шипа іздеп келеді. Тағы бірі осынау таңғажайып мекенді өз көзімен көріп тамашалауға асығады екен. Үңгірдің өзі және ішіндегі көлшіктің суы қасиетті саналып, ғасырлар бойы елдің тәбетіп құрбан шалатын жеріне айналған. Үңгірдің түп жағында жылап аққан бұлақ көзі бар. Қоңыр-Әулие үңгірі көпшілікке бұрыннан белгілі. Мұнда дертіне шипа іздеген, Құдайдан бала тілеген жандар осы күнге дейін көптеп келіп жатады. Қызықты мәлімет, жазды күні қандай температура болмасын, үңгірдің іші 10 градус болып тұрады екен. Үңгірге ешқандай аңқұс кірмейді. Шыңғыс ханның осында жерлегенде біз айтып кеткен ой да бар. Қашықтасың туған жер қалдың елім, небір жүйрік болдырып жарау деген, шаршадым мен, қанатым талды менің, жаңыл жолға сарылып қарау менен деп Әл-Фараби атамыз жырлап кеткендей, осы туған жеріміздің осындай сакралды рухани маңызы бар объектілерін, жерлерін біліп танып жүрейік. Қорытындылай келе, сакралды объектілерінің функционалдық мақсаты бойынша бірнеше функционалдық мақсаты бар. Қоңыр-Әулие үңгірі түрлі діни сенімдерге, адамдар мен ұлттардың, шетелдік адамдардың келуі, мәдени аралық байланыс пен көшпенділер дүниетанымын, ұлттық әлем картинасын түсінуде, жаңа білім алуға, басқа сенімдер мен нанымдарға қатысты толеранттылыққа, рухани үйлесімділік жасауға көмектеседі. Діни және рекреациялық зиярат ету арқылы оның қасиеттілігі туралы халық ауыз әдебиеті мен мифтік дүниетанымы халқымыздың мәдениетінің белгілі бір құрамдас бөлігі болып табылады. Назарларыңызға рахмет.